Мандарин. Бітті. Қазір бір кісіні қуантуға келдім. Кісі қазір маған қарай келетін шығар деп тұрмын. Нет, никакой, я просто хотел вас с Новым годом поздравить. Спасибо. Это вам на чай. Все? Спасибо. Не за что. Так вот, друзья, а по моему промокоду можете получить 50% спинов. Потому что, қазір мен кішкене қолға ашып тұрғанымды бар. Бүгін эфирге бара жатырмын. Бүгін бір басқаша күн болайын деп тұр енді. В общем, барлықтарыңызға сәтті күн тілеймін. Просто бүгіннен бастап кішкене сексуалды түрде сөйлеп үйренгім келе жатқан жайым бар енді. Қалай былай? Нормально получается? Баршаңызға бүгін эфирде кішкене көңіл күйім түссе де, осындай бір ерекше сыйлық келіп барлығын ұмыттырып жіберді. Қарасаңыздар, Дәужан сыйлаған Аятүл Курси жазылған өте әдемі картина. Қарасаңыздар, қолдан жасалған осындай күшті ручная работа ше, еще аяттар жазылып. Қандай нәрсені жақсы көрсең өмірінде сол нәрсе көбейеді дейді. Мына жақта қолдаушылар берген. Осы жылы, кажется, мискесінде берді-ау деймін, қателеспесем. Өте әдемі сөзбен Аллахтан кешірім сұрауды еске салып тұратын әдемі картина. Енді екеуі егіз болып, үйіміз осындай күшті, керемет нәрселерге толып тұратын болды. Сурет, мындай басқа әртүрлі нәрсе ілгенше осындай жақсы, пайдалы, еске салып тұратын нәрселер салған дұрыс. Сол үшін көп рахмет. Қазір мен ондаймен ойнап отыр. Біздің картиналар бүгінгі түсірген. Бұжық. Қойшай. Бұл парода андай сипаған ұнатпайды. Кішкене капризный бір өзіміз сияқты. Қолымда ана тырнаған аз ғой. Тісте алмайды да еще. Жалап қояды. Жақсы көп кетеді. Болды.